Сәлеметсіздер ме, құрметті менің алтын оқырмандарым. Ардақтың тігін шеберханасына қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай 4 жұлдызды құрақ құрайтын боламыз. Құрағымызды бастамас бұрын менің арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен құрағымызға қажетті бөлшектерді жасайтын боламыз. Ол үшін бізге ақ бет қажет болады. Осы ақ бетімізді көріп тұрғандарыңыздай осылай бүктеп 4 бұрыш қылып аламыз. Яғни 4 бұрышы да бірдей болып тұруы қажет. Сіздер өздеріңіз қалаған көлемде алсаңыздар болады. Мен А4 форматын қолдандым. Осы 4 бұрышымызды үшке бүктейміз. Дәл видеодағыдай үшке осылай бүктейміз. Осылай бүктейміз үшке. Және де жоғарғы бір шетін тағы да бүктейміз. Осылай. Осылай бүктедік. Енді осының дәл ортасын бүктейтін боламыз. Келесі бұрыштарын бүктейміз. Видеода бәрі анық көрсетілген, бәрі түсінікті. Енді осыны бұрыштарын, яғни осы белгіленген арқылы нүкте қоямыз және бұрышына осылай сызып қосамыз. Екінші нүктені қойып, тағы да осылай сызып шығамыз. Бүктелген жерге дейін сызамыз. Жартысын қиып алып, жартысын қағазы қажет болмайды бізге. Жаңағы сызған бөлігімізді, сызған сызықтарымызды, яғни қиып аламыз. Сол кезде бізге құраққа қажетті бөлшектеріміз дайын болады. Дәл осылай қиып аламыз. Осы бөлшектер бізге қажет болады енді. Жаңағы қиып алған қағаз бөлшектерімізді енді матаға түсіретін боламыз. Ол үшін мен көк және ақ матаны таңдадым. Осылай түсіреміз. Қалай қиғанымды көрсетіп жатырмын мен сіздерге. Көк және ақ осылай қиылды. Осылай қиып дайындап аламыз. Әрқайсынан 4 штуктан қиып аламыз. Ақтан 4 штук, көктен 4 штук, ақтан 4 штук, әрқайсынан 4-4-тен қиып аламыз. Және осылардың ортасын тігіп шығатын боламыз. Қағаздағы кескінімізді матаға түсірген уақытта мен жан-жағына 1 сантиметрден артық қиып алдым. Біздің бір жанымыз дайын болды. Енді келесі жағында дәл осылай тігіп шығамыз. Екі жағында тігіп алдық. Енді осылардың ортасын біріктіріп тігіп шығамыз. Тігіп болғаннан кейін тігістерін өтекпен бастырып, жан-жағындағы артық маталарын қиып алып тастаймыз. Біздің 4 бөлшегіміз дайын болды. Енді осыларды орналастыратын боламыз. Дәл видеодағыдай орналастырып шығасыздар.
Енді осы орналастырған маталарымыздың ортасын тігіп шығатын боламыз. Тігіп болғаннан кейін тігістерін өшекпен бастырып, артық шығып тұрған маталарын, қисық кеткен маталары болса, қиып алып тастаймыз. Мінекей біздің 4 жұлдызды құрағымыз дайын болды. Өте әдемі, ерекше болып шықты. Сіздер де осындай құрақ құрап үйренсеңіздер болады. Егер де менің осы құрағым сіздерге ұнаған болса, маған тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сау, саламатта болыңыздар.